27 жастағы Айымгүл Құдайбергенова 4 баланың анасы. Түркістан қаласында туып өскен. Қазір отбасымен Бірлік ауданында тұрады. 2 жыл бұрын бұл елді мекенге табиғи газ тартылған еді. Айымгүлдің айтуынша, үйде газдың болуы оның және отбасының өмірін біршама жеңілдететін көрінеді. Көмір жағып, күл шығарған күндер артта қалды дейді. Бұрын көмірге біраз ақша жұмсайтын едік, көмір сатып алатын едік, отын сатып алатын едік. Пеш жағатын едік жұмыстан келіп, пеш өшіп қалады, кей кезде балдар жаурап қалады. Ал қазір газ қосып қоямыз. Жақсы болды, 2 жыл алдын бізге газ кіргізілді үйімізге. Бала шағамызбен бәріміз қуанып, қазір газ қолданамыз. Бұған дейін Түркістанда табиғи газбен қамту деңгейі 26% болса, бүгінде қала аумағы көгілдір отынмен 100% қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда тұрғындардың 90,2% табиғи газды пайдаланып отыр. Ал Түркістан облысында көгілдір отынмен 457 елді мекен қамтамасыз етілген. Алдағы 3 жылда қосымша 250 ауылды мекенге газ құбыры тартылатын болады. Табиғи газды қолданудың арқасында шаһардың экологиялық жағдайы анағұрлым жақсарғаны байқалады.